Папа полюбила, парня на манила, бродягу полюбила. Сіздермен бірге Дима кезет. Короче, бүгінгі видеода достар, біз Майнкрафттан выживание бірінші сериясын бастайтын боламыз. Майнкрафттан выживание бірінші сериясын бастайтын боламыз. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай мен кішкене бастап қойдым Майнкрафтты. Енді сіздерге көп бүгіліп кетпесін дедім уақыт, короче, сол. Енді достар, көп сөзбей видеомызды бастайық, достар. Мен бастамастан бұрын қызық болмай қалмасын деп кішкене өзіме ресурстар жинадым, ағаш жинадым, достар. Қазір үй салып жатырмын уже. Сіздермен бірге солайын дедім үйді. Сондықтан бағалап кетіңіздер үйді. Сол, так. Енді сол әңгіме, басқа әңгіме жоқ. Тас бар ма, біз ұйықтап алайықшы. Так, қазір тас қоя берейік. Ұйықтап алайық, қатаға зомбилер тисе, әсіресе крипермен келеді, қарсы затқа. Крипер енді қатты қорықпаймын, нормально ғой, ну бұлай. Жамандай ше, олар ше. Так, осылай бола берсін, нақты, ой. Короче, истіп қойып шығатын боламыз, яқтың бәлігіна. Истіп қойып шығатын боламыз. Және маған бір керка жасап алу керек өзіме. Так, керка, вот. Керканы алып, және осы жаңағы артық заттар алып алу керек. Достар, осында бір шейдермен ойнап отырмын, енді нормально деп ойлаймын. Так, енді бізге барлығын сындыру керек, енді бізге. Амал жоқ, барлығын сындыру керек. Өлі. Так, бір жаман осында қара болып кетеді екен. Нормально болады енді. Так, бізде зат тола ғой әлі. Сондықтан, так. Біз немен жасасақ болады? Полын. Давай, полын мынандаймен жасайық. Осы 64 үштік жететен ойдам, достар. Сондықтан тез истіп қойып алайық. Тез истіп, короче, мені. Ой. Тез истіп полын қойып шығамыз. Бүгінгі үйдің полын сап бітірамаймыз, енді бірінші этажын ғана сала аламыз. Екінші этажын менде болады әрине, достар. Бірінші этажсыз мен жүрмеймін ешқандай. Жетпей алды. Давай. Осы 38 жететтен ойдамын. Так. Так, мен үйді қатты деп олдырып атқан жоқпын, көріп тұрғандарыңыздай. Өте қатты деп ұнамайды, нормально орташа, сүйікшім кішкентайда емес. Және мен коробкасыз салуға тырысатым, көріп тұрғандай пішінін коробка қылдырған жоқпын. Кішкене осындай бір не қылдырдым. Так, енді өзімізге біз мынандайлар алуымыз керек бізді. Осыға біреу, екеу, үшеу, төртеу жетеді ма? Әлде тағы бесеу ма? Осы төртеу жетеді, по-моему. Так, мен екі блокты қалай қойып жүрдім. Сосын тез-тез не қада тура солай. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Және мынаны тез-тез сындырып алайық та. Тура не жерде тура солай қойып шығайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Все. Давайте. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына наяқтан есік болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Все болды. Наяқтан есік болады да, короче, каз. 40 мына. Наяқтан есік болады осындай екеу. Наяқтан есік қойып шығайық, наяқтан барлығын. Опа деп барлығын қойып шығатын боламыз, короче. Опа деп мынантта қойып шығайық. Мынантта тез қойып шығайық. Так, опа. Артық қойып жетін не болмайды да менше. Сондықтан тез қойып шығайық. Давай. Ой, жетпей алды. Так, 8-ін жасай салайық. Опа, все болды. Енді төбесін қойып шығатын боламыз. Осын барлығын достар бітірген кезде кездесетін боламыз. Болды, міне достар, көріп тұрғаныңыздай истіп шықтым.
Нормально, міне осылай қылдырып шықтым. Далам бәрі, короче. Және барып, ана жерде өзен бар. Короче, сол жерден барып, 64 штук, короче, терезе алып келдім. Күрегім сынып қалды соң есірінен. Короче, енді бізге неғып верстак барлығын қойымыз керек біз. Верстак неқта тұра берсін. Так, маған керегі төбесін ақ бирозамен жаппаймыз ба да? Ақ бироза и мынандайдан табайық. 63 жетпейді, но енді жеткенше бұларды қолдан тастайық. Жаңбыр жауып отыр. Ой-ю, жаңбыр жауып отыр. Достар, осы кезде өлтіріп кетсе, білмеймін. Ташты тоқтаңыздаршы, өлтірместен бұрын қазір. Неға кроват қойып, короче, полнеца етіп алайыншы. Ато қазір өлген кезде осы жерден шығамын да. Ато қазір өлтіріп кетсе, басынан шыққан жерден шығып, тағы да үйінен айырылып, ондай жағдайға түскім келіп тұрған жоқ. Сондықтан мен тупой емеспін, сондықтан тез, короче, не алуым керекпін. Охо, сәтсіздік деп осыны айт. Өз ағаш жетіспей атқан кезде. Так, истіп. Так, истіп. Так, истіп, бізге жетпейді. Осы да үстінде тұрып қалса білмеймін. Үфәтел тұстыға тер дегенде түсіңіз. Жақсы, мен өзіме тағы жаңағыдай рет жасап алайын. Так, 46 жетет деген ойдамын. О, жетет точно жетет, но енді. Опа. Видео көп шықпай қойды. Өзінің себептері бар, сабақтар дегендей. Ой, ё-май. Уақыт болмай жүр, короче, видео шығаруға. Короче, енді тез естіп бір короче, қойып шығайық, тез потолоктарын қойып шығайық, терезесін қойық та. Екінші этажын кейін жасайтын боламыз, отты кәз. Екінші этаж көп уақыт ақ кететін сияқты. Жының шығып кетеді да осындай көрсенше. Нерін ойнайды, ё-май. Осында полублоктар қойған, айтшы маған ше. Жаман қиын ше. Біраз үнемдейсің да. Вот. Ұйықтайтын кез болған сұры, дала жаңбыр жауып кетті ғой. Ұйықтайтын кез емес па. Ну ладно. Короче, енді мене бөліп шығуым керекпін. Терезе қоятын жерлерді. Вот. Мына 4 терезе дәу болып тұра берсін. Мына ортасынан бөлу керек. Мына яқта, короче, естіп 2 блок тастап, және тоже 2 блок тастап. Терезе керек емес даже. 3 блок тастасам, естіп. Мына тастасам, естіп. И яқта 2 болады. Тұра берсін жақшы. Мына яқта бұра жаңағыдай. Біреуін қоятын болсам, оттақ қоятын болсам, естіп қоятын болсам, да. Мына жерге жіне керек. Болды мұны, бөліп шықтым, бүкіл тезірет. Енді тез ұйықтап алайын, жаңбыр мешет етіп жатыр ма? Ұнамайды маған жаңбыр жауған қатты, ұнамайды, әсіресе маған жаңбыр. Болт сүйеу, мына есік қою керек бізге, қазір есік қояқ. Есік неден қойсақ болады, кстати, достар. Есікті обычный нандаймен қоя берейік. Нормальный есік қой. Болт мұны. Нормальный болт. Жоқ, нандай емес, достар. Бір түрлі сияқты чотта бір басқа бір нәрсемен қойықшы. Мысалы, берозіне немен қойықшы. Берозе әдем кететін сияқты берозе. Так, ол үшін маған. Так, шықты ма? Шыққан жоқ. Так, хоп, болт шықты мұны. Ал енді оны резко, короче, қойты сау керек. Болт. Міне, достар. Кішкене үйім дайын болды, енді почти дайын болды дей алмайым. Сырттарынан мынандай қойып шығу керек, кішкене әдемілеу үшін. Сондықтан осындайларды да қойып шығамыз. Қазір, неха, короче, бір
оппа деп алайық та. И қазір сыйға ступенька қоямын. Мынаяқтың барлығын естіп қойып шығуымыз керекпіз. Выживание бірінші сериясы бұл достар. Ешқандай екі ондай емес. Бірінші сериясы. Так, оппа. Айналаны бәрін тазарту керек, но мен зонам болады алдағы уақытта оны барлығын тастаймыз ғой. Секіреміз да. Аттап үйге кіріп жүрмейсің, секіре саласың да. Все, секіре саласың, и все. Болды да. Енді ступенька жасау керек. Ой. Так, 36 терезе. Ой. Қуып жердің вообще үйге кіре салғанды сау деймін. Қуып кеттім мен. Так, оппа, болды. Болды, мұны неха өзімізге бірінші терезе жасап алайық. Осы жетеді. И тартап бітіп қалды. Так, ал енді бізге осындай бір төртеу керек. Болды, все. Болды, почти дайын десек болады. И просто терезелерін қоя салайық. Болды, ал енді терезелерін қоя салайық. Естіп, терезелерін қоя салайық. Естіп. Оппа дейік. Және достар, мен жаңа карта соғып жатырмын. Короче, жақында бір серия шығатын болады, кино сияқты. Күтіңіздер, мен өз қолымнан мини қала соғып жатырмын. Әлі дайын емес. Әлі қанша 3-4 күнде керек оны бітіру үшін әлі достар. Сондықтан канал тіркен соң колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде мен видеом шыққан кезде сіздерге сообщение алып келеді. Және обязательно лайк басыңыздар, өтінемін достар. Сіздер маған лайк басып және канал тіркелсеңіздер, маған өте қатты қуанышты болатын едім. Сондықтан так, кішкене бір факел алайық өзімізге. Факел алып және кішкене факелдасайық. Өйткені қазір печка өшетте қалатта Иисусын резкі. Болды, все, есі жауып қойып. Так, кіріп кет. Все, достар, міне осымен видео аяқталды енді. Енді нормально аз уақыт болып қалды. Енді кешіріңіздер, енді келесі уақыттарда көп қылдыр шығаруға тырысамын. Көк шығаруға тырысатын боламын. Сондықтан күтіңіздер. Обязательно күтіңіздер, достар. Так, вот так. И вот так. И вот так. Болды міне, достар. Үйдің бәрін жасап қойдық. Ал сау, саламаттай болыңыздар.